Өмір өзен, көшкір үйен демекші. Кеше ғана ортамызда жүрген Айжан Биахмет қызынан бір сәтте айырылып қаламыз деп кім ойлаған? Ауырмай, сырқамай, қасиетті Рамазан айында мәңгілік кемесіне мінді де кете барды. Мына жалғанда небәрі 47 жыл ғана өмір сүру нәсіп болған екен. Бәріміздің қайғыдан қабырғамыз қайысты. Иә, адамның емес, Алланың айтқаны болады деген осы емес пе? Айжан Биахмет қызы бүкіл саналы ғұмырын халыққа қызмет көрсету саласына арнады. Ақжар ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығында қажырлы еңбек етті. Басшылық қызметін абыроймен атқара білді. Жолдасынан ерте айырылып, қызына жалғыз өзі қамқор болды. Жұртқа жанашыр, жүрегі дархан, кең пейілді жан болатын. Айналасына үнемі шуағын шашып, бауырларын бауырына басып, ылғи қамқорлық танытатын. Осындай жақсы жаннан қапияда айырылып қалу жанымызға аяздай батады. Басқа түскен соң амалсыз көндігеміз. Ендігі қолымыздан бар келері рухыңа арнап Құран бағыштап, бір Алладан жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, жаның жәннатта болуын тілеп, дұға жасау ғана. Бәрімізге қамқор, жанашыр болған Айжан Биахмет қызы, біз сіздің жарқын бейнеңізді жүрек түкпірінде мәңгіге сақтаймыз. Жақсы адам ол жаққа да керек екен. Жұмақ төрін апатайым мекендеген. Айжантайым кетеді деп кім ойлады? Алла берген ғұмыр жасы қысқа екен. Топырағың торқа болсын жан апам, орын берсін Аллам саған жұмақтан. Қорғап қолдап әруағың мен ұрпағыңды сақтай көрші Аллам өзің жаратқан. Қош бол енді, әрең жүрміз жарыла, қош жанарым жылағаннан оралмас, сыр шертемін жүрегімде ауыр тас. Ешқашанда айлар өтсін, жыл өтсін, есімізден ешқашанда жойылмас.